Барлықтарына сәлем. Всем привет. Сабақтың тақырыбы келер шақ. Тема нашего урока – будущее время глагола. Келер шақ выражает действие, которое происходит после момента речи. Қазақ тілінде келер шақтың үш түрі бар. На казахском языке есть три формы будущего времени. Бірінші – болжалды келер шақ. Будущее предположительное время глагола, которое на русском языке описывает слово «возможно», но пока еще не ясное действие. Екінші – мақсатты келер шақ. Будущее время намерения. Намерение собираться делать что-то. Действие направляется к целю. Ауыспалы келер шақ. Переходное время глагола. Это уже точное действие, которое мы собираемся делать после момента речи. Қазақ тілінде етістік сөйлемнің соңғы бөлігінде жазылады. На казахском языке глагол всегда будет в конце предложения, поэтому, прибавляя к ним вот эти окончания, можно менять форму глагола в будущее времени. Қазақ тілінде етістіктерге тиісті қосымшаларды жалғай отырып, оны шақ категориясына қарай өзгертуге болады. Бірінші тапсырма. Мына сөйлемдерден келер шақ етістіктерінің формаларын тап. Первое задание. Найдите глагол и определите форму. Екінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Аудар, келер шақ етістіктерін тауып белгіле. Второе задание. Прочитайте текст, переводите, найдите глаголы будущего времени. Отмечайте. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.